өз өміріңізде жаңаны қалыптастыру. Менің семіз болғым келмейді. Менің кедей болғым келмейді. Менің кәрі болғым келмейді. Менің көріксіз болғым келмейді. Менің бұл жерде тұрғым келмейді. Мен өмірімдегі бұл адамды қаламаймын. Менің әкем, шешем сияқты болғым келмейді. Менің бұл жерде жұмыс істегім келмейді. Менің жалғыз басты болғым келмейді. Менің бақытсыз болғым келмейді. Менің ауру болғым келмейді. Өміріміздегі келеңсіздіктермен саналы түрде күресу үшін біздің қалай бағдарланғанымызды жоғарыда келтірілген танымдар көрсетеді. Біз егер жағымсыз сәттер туралы ойласақ, жағымдысы өмірімізге автоматты түрде келеді деп ойлаймыз. Шын мәнінде барлығы керісінше. Өміріңізде қанша рет сіз қаламаған нәрсеге көңіл аудардыңыз, есіңізге түсіріңіз. Қалауыңызды алдыңыз ба? Жоқ, сірә. Сізде келеңсіз ойлар қандай көп болса, сіздің өміріңіздегі келеңсіздіктер де сондай болады. Егер әлі күнге дейін өз бойыңыздағы немесе өміріңіздегі бір нәрсе сіздің көңіліңізді құлазытатын болса, онда сол нәрсенің сіздің өзіңізден табылатыны сөзсіз. Сіз неменеге көбірек көңіл бөлсеңіз, сол сіздің өміріңіздегі тұрақты нәрсе болып табылады. Жаман ойлардан арылыңыз да өз өміріңізде шын мәнінде қажет еткен нәрсеге көңіл қойыңыз. Қанеки жаман танымдарды жақсыға айналдырайық. Мен сымбаттымын, мен баймын. Мен мәңгі жаспын, мен керемет үйге көшемін. Менің жұрттың бәрімен қарым-қатынасым жақсы. Мен сүйемін және сүйіктімін. Менің денсаулығым мықты. Сіз тек қана жақсы ой ойлауды үйренуіңіз керек. Пікір бұл сіздің танымдарыңыздың бейнесі. Жаман пікір сізге қажетсіз нәрселерді көбейтеді. Сіз үнемі өз-өзіңізге жақсы мәлімдемелер жасауыңыз керек. Бұның сіз өміріңізде керек еткен нәрсенің бәріне қатысы бар. Оң пікірлерді тек осы шақта ғана жасау қажеттігін естен шығармау керек. Егер сіз үнемі келер шақта ғана ойлап сөйлейтін болсаңыз, күңгірт ойыңыз сізге сөзсіз бағынады. Онда тап солай болады. Қазір алатыныңызды сіз бүкіл ғұмыр бойына күтетін боласыз.